Мектеп бітірушілердің ең басты емтиханы ұлттық бірыңғай тест тапсыру күні де алыс емес. Иә, қазір оқушылар аталмыш сынаққа жан-жақты дайындалуда. Дайындыққа мектеп мұғалімдерімен қатар репетиторлар да атсалысып жүр. Осы орайда тілшілеріміз репетитор жалдауда нені ескеру керек деген сауалға жауап іздеп көрді. Пайдасы бол бейнематериалды бірге көрейік. 11 жыл бойыңа жиған біліміңді 3,5 сағатта сарапқа салатын ұлттық бірыңғай тестілеу түлектердің қуанышпен һәм үреймен күтетін сынағы. Сан саланың тізгінін тартуға талаптанып отырған биылғы мектеп бітірушілер де дәстүрден жаңылмай дайындықтарын бастағалы біраз болды. Өткен оқу жылында 118 мың мектеп бітірушінің 87 мыңы ұбт тапсырып, алтын белгіге үміткер 4200 оқушының 2500-і өз білімдерін межеге сай дәлелдеп шыққан. Биылғы бітірушілер де тест сұрақтарын мұқият талқылап, дайындықтарын күн сайын күшейтуде. Балым 85-90-90 арасы болған. Жаңа жылдан кейін біраз прогресс байқалды. Қазіргі балым мен 100-ден енді ғана аса бастадым. Әзіргі алдағы 3 айда тағы да көтеремін деп ойлаймын. Мектепте ұстаздарының баптауындағы бітірушілер көп жағдайда қосымша білім беру орталықтары мен жеке оқытатын ұстаздардан сабақ алып, дайындықтарын пысықтайды. Алдымен туындайтын сұрақ, қосымша сабақ алатын ұстазды таңдауда нені ескеру қажет? Баласының жақсы нәтижеге қол жеткізуін көздеген ата-аналар пән бойынша қосымша білім беретін оқытушыны көп жағдайда өздері таңдайды екен. Баланың жаңағы екеуінің тіл табуы, қарым қатынасы дұрыс болмауы мүмкін. Сондықтан да ең бірінші репетитор баланың жаңағы жүрегінен орын таба отырып, ол балаға жаңағы өзінің білімін, біліктілігін бірінші дәлелдеп көрсету керек. Сол жағдайда ғана бала оны дұрыс қабылдайды. Арнайы дайындық орталықтарында ұлттық сынақта негізгі деп көрсетілген қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, орыс тілі пәндерімен қатар таңдау пәндері тереңірек түсіндіріледі. Күрделі есептердің шешімін оңай табудың жолдары мен тест сұрақтарының жауабын жеңіл түрде санаға сіңіруге машықтандырады. ұбт-ға дайындалудағы ең басты негізгі екі қағида бар. Ол білікті маман, оны ұстаз дейміз. Екіншісі сапалы және керекті материал. Барған жерде курсымыз болсын, және репетиторымыз болсын, ол кісінің қаншалықты жетістіктері де маңызды. Бізде сабақ беретін ұстаздардың қатарын айта кететін болсақ, бізде мұғалімдер өте қатаң емтихандан алынады. Міндетті түрде шетелде бір стажировкада немесе Қазақстанның ең үздік оқу ордаларын бітірген ұстаздар жылына кем дегенде 3 рет арнайы мұғалімдер емтиханнан өткізіледі. Қош, ұбт-ға 3 айдай уақыт қалды. Талпынған жанның мұратқа жететінін ескерсек, биылғы нәтиже көңілден шығады деп сенеміз. Бабы мен бағы қатар сыналатын бүгінгі түлектер ертеңгі елге пайдасы тиер азамат. Сондықтан талаптың тұлпарына мінгендер білімнің шыңына ту тігеді деп тілейік. Абай Түзелбай, Нұрлан Досмағанбетов, Роман Уфан, Жаңа күн.